Ассалаумағалейкум, құрметті балсүйер қауым, бизнес серіктер. Бүгін біз сіздерге мына 5 фильтрдан өтіп, балара өнімі оборудование арқылы мынандай құтыларға құйылып, сіздердің дастархандарыңызға тазартылған 100% табиғи балара өнімі қалай келетінін таныстырып өтетін боламыз. Және де бұндай сертификат алу үшін балара өнімінің сапасы қаншалықты жоғары болу керек және қалай тексерілетінін айта кететін боламыз. Лайк басып, біздің YouTube каналдарымызға жазылып, біздің видеоларды қызықты өткізіп алмай, әрдайым қарап. Кешегі көрсеткен 300 литрлік ванна обогрева деп айтады, орысша немесе қазақша балды жібіту ваннасы. Осының ішінде 5 фильтр бар. Кешегі видеода көрсеткен сіздерге. Бал бір тәулік бойы тұрып 39 градуспен жібітіліп сұйытылды. Енді дозатор арқылы біздің балара өнімдері қалай 500 граммдық ыдыста және 1 килограммдық ыдыста және 7 килограммдық ыдыста қалай балара өнімі құйылатынын көрсетіп, және балара өніміміздің сапасы қаншалықты жоғары екенін қазір түсіндіретін боламыз. Себебі біздің балара өніміне мынандай сертификаттар беріледі. Бүкіл Шығыс Қазақстан облысының ветинспекциясы комиссиямен келіп тексеріп, осы жерден әрбір балара өнімінің құтыларын алып кетеді де зертханаға апарып тексереді. Сол кезде мына көрсеткіштер бойынша барлығы лайықты болса, ол яғни компания шетелге біздің отандық өнімді шығаруға рұқсаты бар деген құжат. Біз жалпы тек қана Қазақстан емес, Біріккен Араб Әмірлігі, Сауд Арабиясы және Қытай мемлекетіне, Европа мемлекетіне балара өнімін сата алатын компаниялардың бірі болып табыламыз. Енді біз балара өнімін омартаның басынан қалай тексереміз? Бұл рефрактометр деген аппарат, бинокль сияқты болады өзі. Бұл балдың ылғалдылығы және тығыздығын тексеріп көрсетеді. Балдың ылғалдылығы біздің ГОСТ бойынша, жалпы ЕСНГ-нің ГОСТы бойынша ылғалдылығы 20%-дан жоғары болмау керек. Ал біз тіпті 20% емес, 19%-дан жоғары болса, балара өнімін біз сатылымға қоймаймыз. Себебі балара өнімі ылғалдылығы өте жоғары болатын болса, ол балара өнімі ашып, сосын кейін жаңағы ашыған бал болып саналады. Ол бал енді былайша айтқанда ешқандай зияны жоқ, бірақ дегенмен де бір жағымсыз иіс шығатын болады. Сол себептен балара өнімінің өзін сақтайтын арнайы температурасы бар. Арнайы өзіміздің жабдықталған складта плюс 18 градус температурада балара өнімдері сақталады. Енді бұл аппаратты қалай жұмыс істейді және бұнымен қалай біз омартаның басынан тексеріп аламыз деген сұраққа біз сіздерге көрсетеміз. Міне мынау балара өнімі. Өздеріңіз көріп тұрғандай мына аппаратта тұрған. Міне сіздердің көзіңізше, қазір мен балара өнімін мына жерде кішкенесін аламын да. Міне, бисмилля. Көп емес, не бір 3-4 тамшы алдық. Енді осы рефрактометрімізға бүйтіп жағамыз. Бүйтіп жағамыз да, содан кейін бұны қатты қысамыз осылайынан. Міне сол кезде бұл аппарат, бұл балдың қаншалықты ылғалдылығы және тығыздығын көрсетеді. Өкінішке орай кішкене бұлай ыңғайсыз болып тұр. Міне, егер байқасаңыздар, үстіңгі жағындағы көк жолақ, оң жақ шетінде 16% көрсетіп тұр. 16%. Көріпсіздер ме? 19-да емес, 17-де емес, 20-да емес, ГОСТ бойынша 20-ға дейін рұқсат етіледі, бірақ бізде 16 деп көрсетіп тұр. Көк жолақ пен ақ жолақтың екеуінің ортасынан қиылысқан жер 16% болып көрсетіп тұр. 16,5 тіпті жарайды. 16,5 деген өзінде бұл өте жоғарғы көрсеткіш. Өте жоғарғы көрсеткіш. Көрінді ма сіздерге? Мына камераға мынаны көрсету кішкене қиындау екен. Егер көрінбесе айып етпейсіздер. Жалпы балара өнімі осы сияқты 16% ылғалдылығын көрсету үшін оның сыры неде? Омарташы ретінде сіздерге айтатыным,
Мына омартадағы балдың өзінің пластинасы болады. Былайша айтқанда мед сотақ деп айтады. Сол толығымен мөрленген кезде ғана осындай ылғалдылық болады. Егер ол бал ара өнімі жартылай мөрленіп, жартылай мөрленбеген тесік болып тұратын болса, онда ол бал ара өнімінің сапасы өте төмен. Неге? Өйткені толығымен піспеген балды жаңағы сұйылтқаннан кейін ол бал ара өнімі піспеген болып саналады. Піспеген бал ара өнімі ол былайша айтқанда ішіндегі балдың құрамын өзі бұзылады. Сол себептен біз осындай аппаратпен омартаның басынан әрбір омарташымызға ескертіп айтамыз. Айналайын, сен асықпа, бізге ең бастысы сапа. Сапалы өнім болса, бізге ең бастысы сол. Бізде көп алу емес мақсат, ең күшті сапа болу мақсат. Сол себептен біздің бал ара өнімін тұтынған адамдар қайта-қайта бізден бал ара өнімін неге ала береді? Себебі біз ең бастысы сапаға қараймыз. Екіншісі, өзіміздің халқымызға беріп отырған зат, беріп отырған тағамдар дұрыс адам бойына нәр болып сіңсін деген мақсатта жасаймыз. Енді көптеген халық қазір арзан нәрсеге жүреді. Арзанның өзінің былайша айтқанда құны жоқ дейді ғой. Енді арзан болғаннан кейін біз бал ара өнімі, бәлкім кейбір бал ара өнімдерінен қымбат шығар, бірақ табиғи бал ара өнімі ретінде біздің баға өте қолжетімді және тиімді. Сол үшін біздің бал ара өнімін әрдайым тұтынып, әрдайым біздің каналда осы видеоларды қарап, бақылап отырыңыздар. Бұдан да жақсы видеоларды салып, сіздерге түсіндіріп, мағлұматтарды айтатын боламыз. Көптеген адамдар балды қалай тексеретінін білмей жатады. Міне ең бірден бір қолайлы әдісі, ол мына сияқты рефрактометр сатып алып, кез келген бал ара өнімін тексеріп, өзіңіз жейтін тағам қаншалықты таза, халал екенін көре аласыздар. Және біздің бал ара өнімдері мынандай фасовкада 500 граммдық, 1 килограммдық және 7 килограммдық құтыда жабдықталады. Міне жабдықталған бүгінгі бал ара өнімі, өздеріңіз көргендей бүгінгі күннің 20-11-і осындай тап-таза фильтрдан өткен 100% табиғи бал ара өнімін тұтынып, денсаулықтарыңызды нығайтыңыздар. Міне бұл жерде бізде бүкіл мағлұматтар жазылған, біздің сертификат, Қазақстанда жасалған деген сертификат, жаңағы ГМО-сы жоқ деген сертификат, және де штрих-кодтары бар. Бұл штрих-кодтары жаңағы қалай супермаркеттарға сатқан кезде әрбір бал ара өнімі, мысалы мұнда горный разнотравье деп тұр, тау гүлдерінен жиналған бал ара өнімі. Назарларыңызға рахмет. Құрметті оқырмандар, енді сіздерге мына бал ара өнімі қазір қалай фильтрдан өткен мына аппаратымызда қалай құйылатынын бәрін көрсететін боламыз. Енді бүгін сіздерге кеше уәде бергендей видеоның жалғасы ретінде бүгінгі осы түсіріп жатқан видеомыз сіздерге арналады. Лайк басып, тіркеліп, біздің YouTube каналымызға жазыла кетіңіздер. Міне құрметті оқырмандар, фасовка жұмыстары бізде осылай басталады. Әрбірі 500 грамм, бізде қазір 10 грамм, 12 грамм, 15 грамм артық құямыз. Себебі өзіміздің ұстанымыз сондай, кем кетіп қалмау керек. Таразыдан жеген өте ауыр күнә екенін білесіздер. Осылай педальді басу арқылы бал ара өнімдері толығымен құйылып, жабдықталып, осылай кете береді. Неге мыналардың барлығын қақпағы ашып тұр деп ойласаңыздар, бал ара өнімінің ішінде ылғалдылық болады. Сол фасовка жұмысынан кейін 2-3 сағат осы бал ара өнімі тұруына біз мүмкіндік береміз. Себебі ішіндегі ылғалдылардың бәрі ұшып, таза ылғалсыз бал, сапасы өте жоғары, фильтрланған бал ара өнімі сіздердің дастархандарыңызға келеді. Енді бір қызықты жай айта өткім келеді. Жалпы бал ара өнімінің шай қасықпен 1 қасық бал ара өнімі қалай жиналатынын білесіздер ме сіздер?
осыны бір түйсіктен өткізіп кішкене ойлансақ өте үлкен ғибрат жатыр екен. Себебі балара өнімі кішкентай шай қасықпен бір қасық жинау үшін жұмысшы араның 12 араның өмірі өтеді. Яғни 12 ара 40 күн бойы бір қасық бал жинайды. Ал біз оп-оңай жеп-жеңіл алып аузымызға салып жей саламыз оны. Бұл қаншама нығмет. Аралар өз жалпы жалпы 3 топқа бөлінеді. Яғни біріншісі аналық ара, екіншісі жұмысшы ара, үшіншісі күзетші ара болып. Аналық ара деген не? Бір омартада, былайша айтқанда бір ұяда 800 бен 1 миллион арасында ара өмір сүреді. Соның ішінде бір-ақ аналық ара болады. Бір аналық ара. Сол бір аналық араның жұмысы тек қана ұрпақ көбейту ғана. Еркек араның жұмысы тек қана қосылып, жаңағы аналық арамен ұрпақ көбейту. Олар бал тасымайды. Тек осыған ғана арналған. Енді күзетші ара ол ұяның алдында күзетіп тұрады. Қанша ара бал әкелді, қанша әкелген жоқ, әкелмегендерді жазалайды, және қанатын қиып тастайды, аяғын қиып тастайды, тіпті өлтіруге дейін барады. Араның өмірін қарап отырсаң өте қызық, өте жұмыскер бұлар. Енді жаңағы трутинг деп айтады, жұмысшы ара. Жұмысшы ара 40 күн ғана өмір сүреді. 40 күннің ішінде 12 ара шай қасықпен бір қасық бал ғана әкеле алады екен. Ғалымдардың зерттеуі бойынша. Енді ойлаңыздар, мына 500 грамм ішінде қаншама шай қасықпен қаншама қасық балара өнімі бар. Осыны сіздердің дастархандарыңызға тұрған кезде осыны бір ой жүгірту керек екен адам баласы. Бұл бал болмай тұрғанда бірінші гүл болды. Ол гүл болу үшін бірінші жерден өсіп, өніп шықты. Оны аралар жинады. Мына бір кішкентай қасық бал ара өнімін 12 араның өмірі өтті. Он қаншама жұмысшылар оны пасекада жаңағы омартаның басында оны жинады, одан качка жасады, одан үлкен шелектерге құйды. Үлкен шелек ішінде 30 килограмм, оны көтеріп газельге тиедік, 200 килограмм қалаға келдік омартаның басынан. Сақтау складына қойдық. Ол жерден сақтау складынан шелектердің бәрі топырақ шам болып келеді. Оның бәрін жұмысшылар жуып, шайып, тазалап, жаңағы теплокамера дейді ғой, бізде балды жібіту камерасына әкеп қоямыз. Одан кейін бір тәулік бойы ол бал сұйылтып жібиді. Одан кейін мынандай аппаратқа құямыз. Ол 5 фильтрдан өтеді. Омартаның басынан 5 фильтрдан өтеді. Сонда барлығы 10 фильтрдан өткен таза бал сіздің дастарханыңызға қалай келіп тұрғанын адам кішкене ой жүгірту керек екен. Ой жүгіртпейтін адамдар көбінде бүйтіп ойлайды, ол немене, ол бал сату деген. Аралар жинап берді, алдын сата салдым дейді. Жоқ, алдын сата салды емес, бұның өзінің қиындықтары бар. 30 килограммдық шелекпен күнде 4-5 тонна бал тиесе, белден бел қалмайды, қаншама денсаулығыңды бересің. Бұл да үлкен зейнет жұмыс қой. Қазақ айтады ғой, бейнетсіз зейнет жоқ дейді ғой. Бұл да бір бейнет жұмыс қой үлкен. Әрбір жұмыстың өзінің жаңағы жақсы жағы мен қиын жағы болады. Қиын жағы жоқ, жұмыс жоқ әлемде. Барлық жұмыс қиыншылықпен келеді. Бірақ ол қиыншылықтың артында үлкен зейнет бар. Сол үшін біздің отандық өнімдерді қолда Россияның балы емес, Қытайдың балы емес, шетелдің балы емес, өзіміздің таза балара өнімдерін тұтынсаңыздар, үлкен жетістіктерге жетесіз. Біріншіден, отандық өнімді қолдау арқылы қаншама адамдарға жұмыс орындар ашылады, қаншама жұмыссыз жүргендер жұмыс табады. Былайша айтқанда, бүкіл Қазақстан ішіндегі айланып жатқан ақшаның бәрі сіздердің пенсионныйларыңызға құйылады, немесе налогтар арқылы басқа нәрселер жабылады. Былайша айтқанда, біздің өзіміздің өндірістің нәрсесі Қазақстан ішінде қалу керек қой, шетелге кетпеу керек. Қазақстан ішінде айлану керек те ол. Ақшаның бәрін шетелге емес, керісінше инвестицияның бәрін бері қарай Қазақстан ішіне қарай кіргізуге әрекет ету керек. Біздің негізгі мақсат негізінде сол өзіміздің отандық өнімді басқа мемлекеттерге керісінше паш етіп, сол жақтың ақшасын бері қарай кіргізу. Және де біздің неге Қытай мемлекеті, Біріккен Араб Әмірліктеріне біздің балара өнімі өте қатты ұнайды. Себебі бұл жерде ешқандай қоспа жоқ. Біріншіден.
және де лабораториядан тексерген кезде біз Германиядан, Қытайдан тексерген жаңағы лабораториялық сынақтар бар. Олар өздері тәнті болып таңғалады да. Бірақ өкінішке орай біздің менталитет көбінде арзан болса соған жүгіреді. Мысалы, Қытайдан келіп жатқан искусственный балдар, сыртында жазылып тұр жаңағы искусственный бал деп. Соның өзінде соны алады халық. 500 теңге килограммы, 400 теңге болса да ала береді. Бірақ Қытайлардың өздері мынаны біз экспода Қытайда 2018 жылы 1 килограмм балды мен өзім тұрып сатқам сол жерде 500 юаньға саттық. Ойлаңыз, 500 юань. 500 юань деген қанша кетті ғой? Бәлембай, 60 мың теңге ма килограммы? Қазіргі біздің 30 мың теңге килограмм. Солай саттық. 300 килограммнан аса бал саттық біз сол кезде. Біріккен Араб Әмірлігінде видео бар, керек десеңіздер жіберейін. 1 килограмм бал 110 мың рубль тұрады. Енді 6-ға көбейтеміз, 110 мың рубліміз бізде 670 мың теңге. 1 килограммы. Дубай молда сатады. Енді бұл жерде сұрақ болады, ондай болса неге сол жаққа сатпайсың, тағы басқа деген сияқты. Оған да сіздерге жауап бере өтейін. Неге ол жаққа сатпаймыз? Мысалы, сіздердің үйлеріңізде фильтрдің суы бар ғой, сол фильтрдағы суды сіз алып, бір 500 грамм алып құйып алып ішсеңіз, қанша төлейсіз? Ештеңеде төлемейсіз, тегін ғой. Енді тура сол су үйіңіздің қасындағы магазинде сатып тұр. Бағасы 250 теңге. Тура сол су арғада тағы кішкене жүрсеңіз супермаркетте сатып тұр. Бағасы 500 теңге. Тура сол су аэропортта сатып тұр, duty free-да. Бағасы 1000 теңге. Тура сол су үлкен 5 жұлдызды ресторанда сатып тұр. Бағасы 5000 теңге. Енді сұрақ сіздерге. Үйде ішкен фильтрдің суы мен сол ресторанда ішкен 5000 теңгелік судың айырмашылығы бар ма? Әрине жоқ айырмашылығы. Бірақ мекен жай деген нәрсе бар да. Сіз ол суды қандай жерде ішіп тұрсыздар? Сол сияқты бұл да балара өнімі өзіміздің Қазақстанда болған себептен, өзіміздің отандық өнім болған себептен біз құнықтамаймыз да көбіміз. Әсіресе біздің халық көбінде арзан нәрсеге жүреді. Ал керісінше Қытайлар, Европадан келгендер, Арабиядан келгендер біздің балара өнімді сатып алады. Неге? Өйткені білет 100% табиғи таза екен. Ал Қытайлар білет өздерін шығарып жатқан нәрсесі өте зиян екен. Бірақ біз жамырап жүгіреміз сол жерге. Оны былайша айтқанда стадный инстинкт деп айтады. Қай жерде адам көп, қай жерде адам топырлап алып жатыр, яғни сол жер дұрыс деп бәрі соған таласып, очередьке тұрып сөйтіп алады. Ақиқатында олай емес, ақиқатында олар бізден келіп сатып алады. Неге? Өйткені біздің Қазақстан бүкіл әлем бойынша 9-шы орында жер көлемі бойынша. Шығыс Қазақстан облысында 1400-ден аса емдік гүлдер өседі. Біздің Шығыс Қазақстан медоносный база деп айтады негізінде. Бүкіл Қазақстан бойынша 15 000 тонна балара өнімі өндіріледі. Мұхтарам жамағат, халық, тыңдаңыздар, 15 000 тонна жыл сайын балара өнімі өндіріледі. Соның 70-75% Шығыс Қазақстанда өндіріледі. Және де өте ассортиментке неге Шығыс Қазақстан бай балара өнімінде? Себебі бізде әртүрлі емдік гүлдер өседі. Сол себептен бізде әртүрлі сорт балара өнімдері бар. Міне, осылайша біз өзіміздің фасоя қалдық. Видеоны өткізіп алмай, толығымен аяғына дейін көріп, лайк басып, бізді қолдап, қоңырауды баса өтіңіздер. Алдағы уақытта бұдан да жақсы видеолар салуға әрекет қыламыз. Назарларыңызға рахмет. Баршаларыңызды